Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 125 сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Сабақтың мақсаты: мәтіннен сан есімдерді табамын, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. 18-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-3 сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бірінші сұрақ: саяхатқа шығу қандай мағына береді? Туризм деген мағынаны береді. Саяхатшылар тек саяхаттап қана қоймайды, сонымен қатар не істейді? Сонымен қатар олар табиғатты қорғайды. Саяхатшылардың неліктен табиғаттың жанашыры дейді? Себебі олар табиғатқа қамқорлық көрсетеді. Өзің саяхаттауды ұнатасың ба? Мәтіннен қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Олар 8, 10, 1 деген сан есімдер екен. Заттың санын білдіретін сөздерді, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 9, 20. 19-ші жаттығу: мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Саяхат адамды жақсы әдетке баулиды. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Сан есімнің астын сыз. Бұл жерде сан есім 1 деген сан есім болады. 20-ші жаттығу: суреттерге қарап, қай қалаға саяхатқа шығатыныңды болжа. Құрметті оқушылар, біз суретте не көріп тұрмыз? Суретте Астана қаласындағы Бәйтерек монументін, Хан Шатыр және де Думан ойын-сауық орталығы. Астанамызға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып айт. Әңгімеңде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдалан. Біз отбасымызбен 10 күнге Астана қаласына саяхаттап бардық. Астанада Хан Шатыр, Бәйтерек сынды әсем жерлерді көрдім. Бәйтеректің биіктігі 97 метр екен. Мен оның ең биік жеріне көтерілдім. Ол жерден Астана алақандағыдай көрінеді екен. Бас қала маған қатты ұнады. 21-ші жаттығу: мақалды көшіріп жаз. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Бұл жерде сан есім 7. Бірінші сөз 7 жұрт. 7 жұрттың деген сөз байланысып тұрса, екінші жолдағы 7 деген сан ол 7 түрлі деген сөзбен байланысып тұр екен. 22-ші жаттығу: ойлан тап. Алғашқы түбір сөз: аспан әлемінің бірі, екінші түбір сөз: жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Сан есімдерді теріп жаз. Бұл жерде жұмбақтың жауабы жұлдыз құрт болады. Ал енді бұл жерде сан есімдер екінші, екеуін деген сөздер сан есімдер болады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман, сау болыңыздар.